Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Асет, информатика пән мұғалімі. Осы үшінші сабақта біз сіздермен PHP тіліндегі негізгі операторларын қарастыратын боламыз. Ал бастайық. Алдымен біз алдыңғы сабақтарда сіздермен жасаған course папкасының ішінде біз жаңа PHP документін жасайық. Ол үшін жаңа бір тексті мәтіндік документ жасасаңыздар, және оны edit with notepad++, notepad++ арқылы ашсаңыздар болады. Және енді оны PHP түрінде сақтап алайық. Так, файлдың атын мен оператор деп қояйын. Оператор PHP. Оператор.php сақтаймыз. Так, мынаны жабамыз. Окей. Так, ал енді PHP-ді біз өткен сабақты өттік. PHP документінде денесін, PHP бағдарламасының денесі осындай үлкен кіші белгілермен белгіленеді, және сұрақ белгісі, және PHP деген жазу. Енді жалпы PHP тілінде стандартты операторлар, мысалы сіздер білетін боласыздар: қосу, азайту, көбейту, жұлдызша белгісі, және бөлу, және тағы бір модульдік бөлу деген оператор бар. Және қазір осы операторларды қарастырамыз. Жалпы оператор дегеніміз не ол? Оператор дегеніміз ол функцияның символдық түрмен белгіленуі. Символдық түрдегі функция. Енді алдымен біз бір айнымалыны белгілеп алайық. Мысалы айнымалы num3. Енді бұлай жасайық. Айнымалы num3 тең айнымалы num1 минус айнымалы num2. Енді мына жоғары жақта num2 тең, мысалыға num2 бізде 5 болсын, және num1 бізде тең болады 7-ге. Енді мына жерге келгенде эхо num3-дің мәнін шығарып көрейік. num3 сақтаймыз, документ сақтаймыз. Енді мына жерге браузерға кіріп, сол документімізді ашып көреміз. Так, менде course, және папканың аты course, және файлдың аты оператор. Оператор PHP. Мінекей сіз көріп тұрғандай жауабы 2. 7-ден міне 7, міне 5. 5-ті алсақ 2 болады, дұрыс. Демек, дұрыс деп тұр. Және тура сондай осы жолмен сіздер қосуды, көбейтуді, алуды да бәрін жасай беруге болады. Енді бір оператормен таныстырайын. Модульдік бөлу деген. Ол мынандай процент белгісімен белгіленеді. Жалпы модульдік бөлу ол бізге қалдықты көрсетеді. Мысалы қараңыздар, 7-ні 5-ке бөлсеңіздер, қанша қалдық қалады? 2, дұрыс па? Демек, ол бізге сонда бізде жалпы жауап 7-ні 5-ке бөлгенде 1,10-нан 2 болса, ол бізге модульдік бөлу кезінде қалдығын ғана көрсетеді.
тексеріп көрейік. Қазір жауап мына жерде 2 болып шығу керек. Жаңартайық. Бірдеңе дұрыс болмай қалды. Так, number. Кешіріңіздер, мен сақтамай қаппын. Файлды мен сақтайым. Басынан барам. Жаңартам, мінеки 2. Демек 7-ні 5-ке бөлгенде қалдығы 2 болады. 1,2 болады. Сол ол қалдығын ғана көрсетеді модульдік бөлу. Осымен менің операторларға қатысты сабағым аяқталды. Сіздер егер сұрақтарыңыз болса, менің имейліме жазыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.